Бийликке каршы дегенде. Бийликке каршы сын айтып жүрдүңүз, эми бийлик партиясынын. Сиздер бийликти кресломен өлчөйсүздөр да, үстүндөгү адамдар менен эмес. Мен каршы болгон бийликтин жартысы жок азыр. Буну мен келишетін шығарсыз. Ал қазіргі бийликпен енді жұмыс істейін деп жатырмыз. Оның нәтижесі қандай болатынын бір Құдай көрсін. Яғни қазіргі президенттің саясатын толық қолдайсыз. Президенттің саясатын? Иә. Ал енді сіз қара, қолдамайтын жерін айтыңыз. Жоқ, бағдарламаларын тек соны іске асыруға, ол қолдамауға жатпайды. Көрдіңіз бе? Сіздің қойып отырған сұрағыңыз, қолдайсыз, қолдамайсыз. Мәселелер әртүрлі, әр тарапты ғой. Әр мәселе әртүрлі шешілді. Кейбір жерде келісетін жеріміз бар, кейбір жерде талқылайтын жеріміз бар. Мысалы, жаңағы айтылған мәселелердің ішінде өте көп мәселеге толыққанды келсе, бірақ тарихи сұраққа келген кезде ертең қарастыру керек, ойлану керек. Өйткені оның зияны қарапайым халыққа зияны тимеу керек. Жауабын аяқ қойыңызшы. Тілден басқа қай жер ұнамайды сізге президент саясаты? Президент саясатына? Сіз жаңа айттыңыз, бұрынғы президенттің, яғни маған ұнамайтын биліктің қазір тең жартысы жоқ дедіңіз. Ал ол дегеніңіз қазіргі президентті толық қолдаймын дегеніңіз. Жоқ, неге? Немесе қалай деп қолдайсыз ба, қолдамайсыз ба деген. Содан шыққан. Мен Қазақстанның дамуын һәм өркендеуін қолдайтын адам. Белгілі бір адамдарды, топтарды қолдайтын адам емеспін. Осының ара-жігін ажыратып. Демек, мен нақтылы президенттің саясаты деген сөз жоқ бұл жерде, қарындас, қайталап айтамын. Мәселелер бар.